дүниеде не өлмейді. Біз Жәнібектің 60 биі болған екен. Bir жолы хан билері не дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойған. 60 биі бір ауыздан былай депті: ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. Сондай жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты. Ағын судың өлгені, 6 ай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені, басың бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қар астында жатқаны, ажал деген атқан оқ, бір Алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген екен жиренше шешен.